Қайырлы күн, құрметті шабыт оқу орталығының қатысушылары. Біз сіздерге лекала жібергенде дәл осылай почтаңызға келіп тұрады. Сол лекалаларды ашасыз, мысалға. Біздің жіберген лекала деп есептесеңіз. Бірінші файлда инструкция тұрады. Ең бірінші кезекте сіз осы инструкция бойынша өз размеріңізді табуыңыз керек. Ол үшін не істейміз? Міне көріп тұрсыздар, бірінші бағанда кеуде айналым, өлшемдер, екіншісі кеуде айналымы, бел айналымы және бөксе айналымы жазылып тұр. Яғни сіз өз өлшеміңізді табу үшін кеуде айналымыңызды, бел айналымыңызды және бөксе айналымын өлшеуіңіз керек. Одан кейін барып, мысалға 42-44 размер болатын болса, сіздің өлшеміңіз, біздің лекалалар кішкене, егер 42 размер болса, кең болуы мүмкін. Егер 44 размерге болатын болса, онда сізге тар болуы мүмкін. Сондықтан 42-44 тар қылып кигіңіз келсе, 42-44 аласыз. Егер 44 размер болып кең қылып кигіңіз келсе, 44-46 аласыз. Осында ұмытпаңыз. Ал ендеше одан кейін сізде мынандай әйелдер спорт көлігінің материалдық шығындары деген астында таблица болады. Бұл жерде осы материалдық шығынға байланысты сіз матаңызды сатып аласыз. Одан кейін сізде осындай инструкция болады. Бұл инструкцияны қарасаңыздар, әр формат, әрбір неміз 1, 2, 3 деп сандар жазылып тұр. Әрбір санымыз бір бет, яғни A4 форматындағы бет деп есептейсіз. Сол бойынша, осы тәртіп бойынша сізде жиналады деген сөз. Яғни бұл инструкцияны шығарып аласыз. Содан кейін барып, үлгілерді шығарғаннан кейін осы инструкция бойынша жинақтауыңыз қажет болады. Енді екінші файлды ашқанда, міне, бір ескере файлды ашқанда сізге дәл осындай болып шығады. Бір ескере кететін жайт, кейбір беттер ештеңе шықпауы мүмкін. Ол ештеңе болмайды. Кейбір беттерде мынандай суреттермен сызу болады. Ол қорықпаңыздар, кейбір беттерде жоқ болғанына, өткені бізде үлгіні толықтай шығару үшін 4 бұрыш болып таблицадағындай болып жиналу керек. Сол кезде ғана сіздің үлгіңіз толықтай шығады. Енді бұны біз басып шығару үшін, қазір өзіңіз көріп тұрсыздар, барлығын көріп алдық. Басып шығару үшін міне печатқа жібереміз. Печатқа жіберген кезде бір ескере кететін жайт бар. Мына жерде кейбір кездер біздің қыздар көбіне қателесіп жатады. Осыны шығарған кезде дополнительный настройка деген жерге кіреміз. Сол жерде масштаб деген жерде по размеру бумаги деп тұрады. Кейбір кездері бұл по размеру бумаги емес, басқа жазу жазылып тұру мүмкін. Міне, мен сіздерге кішкене жақындатып түсірейін қазір. Міне, дәл осындай жазылып тұру мүмкін. Сіз оны өзгертіп, по размеру бумаги дегенге өзгертуіңіз керек. Сол кезде сіздің үлгіңіз нақты өз размерімен шығатын болады. Осы жерден қателеспеңіздер, осыны ескеріп, одан кейін барып печатқа жібересіздер. Міне қыздар, біздің қазір үлгілерімізді печатқа жібердік. Яғни печатқа жіберген кезде ең бірінші кезекте сіз мына қағаздың бірдей тұруына мән беріңіздер, яғни қисық тұрмау керек. Қисық тұрмаған кезде барып, сіздің печатыңыз дұрыс болады. Өткені бұл үлгі болғандықтан печаттың қисаймай шығуы өте маңызды болып есептеледі. Біз мынандай етіп инструкцияны шығарып аламыз. Бірінші кезекте бізде екі инструкция бар, яғни біреуінде 30 бетке дейін, екіншісінде 24 бетке дейін. Яғни үлкен размерлерге 30 бет кетеді, кішкентай размерлерде 24 бет кетеді. Яғни сіздің қай размеріңізге байланысты сол бетте инструкция болады. Сол бойынша біз жинауымыз керек болады осы үлгілерімізді. Ендеше бұл жерде размер бойынша біз барлығын түсіндік. Кеуде айналымын, бел айналымын және бөксе айналымына байланысты өзіміздің 46 размерді қазір бүгін тігетін боламыз. Сол бойынша қазір осы размер жинайтын боламыз. Бұл жерде бізде 24 бетке жиналады. Үлгі 24 бетті қазір осы жерге қойып жинаймыз. Ол үшін мынау бізде бірінші бет. Барлығында мынандай сандар жазылып тұрады. Сол сандарды қатар-қатар қойып шығамыз. Бірінші қатарға бізде мына жерде инструкция бойынша 6 бет тұрады. 6 бетке қатар-қатар қоямыз. 2, 3, 4,
4, 5, 6. Дәл осылай қойып жинауымыз керек. Ол үшін мынандай бізге скотчпен қайшы керек болады. Сол бойынша жинаймыз. Бізге ең бірінші кезекте мына беттердің жиналуынан қарағанда мына үлгінің бір-біріне сәйкес келуі маңыздырақ. Жинастырған кезде бізге маңызды беттердің жиналуы емес, мына сызықтардың біргелкі кетуі маңыздырақ. Яғни бір мынадай ортадағы нелерге мән бермеңіздер, жетпей қалған жерлерге мына бойынша, осы бағыт бойынша бірдей болып тұрса болды, ең бастысы. Мынау бізде әр жерінен скотчты жабыстыра отырып, осылай жинақтаймыз. Біз қазір үшінші бетке кеттік. Жерде төртінші бет. Бесінші бет. Şimdi altıncı bet. Енді екінші қатарға жіберіп жатырмыз. 7, 8, 9, 10, 11 және 12-ші бет. Екінші қатарды өз-өздерін жинап аламыз бірінші, бір-біріне жалғастырып, одан кейін барып ары қарай жалғастырамыз. Бір-біріне жалғастырып аламыз бірінші. Міне әр қатарды
қосып алғаннан кейін асты мен үстін қосып шығатын боламыз. Ол үшін дәл осылай барлығын қойып алыңыздар. Өз бағытымен. Ең бастысы сызықтар бір-біріне келу керек. Көріп тұрсыздар, бірдей направлениемен, яғни бір бағытпен келіп тұру керек. Дәрежене жабыстырып алғаннан кейін барып, сіз үстіне бір тегіс қылып скотч жабыстырып, сызықтардың бәрін біріктіріп тастасаңыз болады. Көбіне андай қосылған жерлерді басқан дұрыс болады, төртеуі қосылған жерлерде. Ығысып кетпес үшін. Бізде соңғы қатар ғана алып, сол соңғы қатарды жинап, қазір бәрін үстіне біргелкі қылып скотчпен жабыстырып шығуымыз керек. Соңғы қатарды қосып жатырмыз. Дәл осылай бір-біріне келтіріп сызықтарды қосамыз. Барлық қатарды қосып болғаннан кейін біз дәл осылай программаның көмегімен барлық біріккен жерлердің бәрін қосып шығамыз. Барлығын скотчтап біргелкі жабыстырып алғаннан кейін ендеше бұны дәл мынандай жерден біткен жерінен кесуіміз керек болады. Яғни мына жерде тігіске қосылып есептелген соны сырттағы сызықпен біткен жерінен кесіп аламыз. Дәл осылай. Артық кеспейміз, сызықтың біткен жерінен кесе береміз. Барлығын осылай кесіп шығу керек болады. Қыздар, дәл осылай кесеміз. Мына жерде 1 сантиметр бізге тігіске есептелген. Қалтамыз. Ыңғайсыз болса, кесіп алып.
барлығын жинап алдық. Одан кейін шетін кестік. Өздеріңіз көрдіңіздер. Кескенде міне дәл 1 сантиметр тігіске қосылған. Сол бойынша кесеміз, яғни артық кеспейміз. Осы көрсетілген бағыт бойынша ғана кесіледі. Ендеше мынау біздің инструкциямыз. Осы инструкция бойынша детальдарымыздың бәрін түгелдеп алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деталь бар. Яғни 7 деталімізді түгелдеп аламыз. Бірінші жең, одан кейін мынау бүгілетін жер жоғарғы, кеуденің жоғарғы бөлігі, яғни бұл бөлік мына жерге түседі, мына жерге түсетін болады. Көйлектің мына жерге түсетін болады. Былай түсетін болады. Көйлектің жоғарғы жағына. Одан кейін қалтаның ішкі жағы, бұл мына жерге түседі. Және бұл аптачка, әдіп. Қазақша айтқанда, мынау артқы бөлігі, мынау алдыңғы бөлігі. Осының бәрін түгелдеп алғаннан кейін біз пішуге кірісеміз.